Бесінші беттегі үшінші есеп. Алдымен бағандап шығарамыз. 20-ға 20-ның қосындысы. Соңынан бастап орындаймыз. 0-ге 0 қосамыз 0. 2 мен 2-ның қосындысы 4-ке тең. Астасына жазамыз. 1 мында ештеңе жоқ. 0 болып есептелінеді. 140-қа тең. Енді жақшаның ішіндегі амал орындалды. 140. Оны 10-ға бөлсек, онда 1 0 бар. Яғни соңғы 1 0-і қысқарады. 140-ты 10-ға бөлгенде бөліндінің мәні 14-ке тең. 300 бен 60-тың қосындысы баған түрінде 0-ге 0 қосамыз 0, 0-ге 6 қосамыз 6, 3 мында ештеңе жоқ. Сонда 360. Енді 360-ты 9-ға бөлсек, 36-ны 9-ға бөлгенде 4 болса, 360-ты 9-ға бөлгенде 4 және 0, яғни 40. Төртінші есеп жақшадағы амалды бірінші орындаймыз. Осыдан шыққан мәніне 4-ті көбейтеміз. 30 бен 20-ның айырмасы, айырманың мәні 10-ға тең. 4-ті 10-ға көбейтсек, 1 0-ін тіркейміз, 40-қа тең екен. Келесі 600 бен 300-дің қосындысы, қосындының мәні 900-ге тең. 900-ді 3-ке бөлсек, 900-дің соңында 2 0-і бар. Одан кейін 9-ді 3-ке бөлгенде 3, яғни 300. Бөліндінің мәні 300-ге тең. Бесінші беттегі бесінші есептің асы. Шарты шешуі жауабын жазамыз. Шарты: шебер 8 дулыға 12 қамшы жасады. Осылардың барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Бөліп салды десе, демек бөлеміз. Әр қорапта қанша бұйым? Енді шешуі 2 амал қолданамыз. Жауабы 2 жауап шығады. Әр қорапта қанша бұйым бар екенін табамыз.